Сәлем достар, біз бүгін өте пайдалы гхи майын жасайтын боламыз. Ең алдымен майымызды турап аламыз. Бұл майды біз түрлі тағамдарға қолдануға болады, таңертең жұмыртқа қуыруға да болады. Бастапқыда жоғары температурада қыздырамыз. Яғни менде бұл қолдың майы. Достар, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осылай беткі жағына ақ көбіктері шыға бастайды. Осының барлығын біз қазір сүзіп алып тастаймыз. Осылай астын баяу отта қайната береміз. Менде шамамен 1 сағат уақытым кетті, міне дайын болды. Енді біз оны банкаға сүзіп құйып аламыз. Біз енді бөлме температурасында суытатын боламыз. Одан кейін тоңазытқышта сақтасаңыздар болады, ас болсын.